Саламатсыздар құрметті 4-ші сыныптың оқушылары мен Қуаныш ағайларың. Бүгін 4-ші сыныптың 135-ші сабағын күн мен ай, яғни санды және әріпті өрнектер түрлендіру деген тақырыппен таныстырып, соған сәйкес есептерін шығару жолдарын көрсететін боламын. Бірінші тапсырмадан бастаймыз. Бірінші тапсырмада берілген өрнектердің мәндерін салыстыру, неліктен олардың мәні бірдей, яғни бұлардың мәні не үшін бірдей шығып жатыр, соны түсіндіріп бер дейді. Мен бұл жерде кішкене бір ережемен таныстырам. Негізі кітаптардың келесі беттерінде ол ереже көрсетілген. Мына жерде 5-ке 4-ті қосамыз. 5-ке 4-ті қоссақ 9 шығады. Оны көбейтеміз 3-ке. Одан кейін 5 көбейген 3 деп мына жерде беріліп тұр ғой. Осыны шығарамыз. 5 көбейту 3 дегеніміз, яғни қаншаны береді бұл жерде? 5-ті 3-ке көбейтсек 15-ті береді. Қосу 4-ті 3-ке көбейтеміз. Ол 12-ні береді. Сонда 9-ды 3-ке көбейтсек 27 шығады. 5-ке 12-ні қоссақ 27 шығады. Осы теңдікті дәлелдеп бердік тұр. Ол теңдіктің дәлелдейтін жолы былай болады. Негізінде бұл екі теңдік жақшаны ашу тәсілі деп айтылады. Яғни мына жер тең шығады, мынау да тең шығады. Ол қалай орындалады? 3-ті жақшаның ішіндегі бірінші санға көбейтеміз. 3-ті 5-ке көбейтеміз. 3 көбею 5. Осы жақшаны ашу әдісі деп айтылады. Осы 3-ті, яғни сыртта тұрған 3, мына іштегі 4-ке көбейеді. Сонда 3 көбею 4 деп жазылады. Сонда мына зат келіп шықты. Көрдіңдер ғой, осы өрнектің келіп шығу түрі осы. Мына жерде көбейту. Яғни жақшаны ашу тәсілі бұл. Бұл жақшаның ішінде тұрған сандарды қосып, жақшаның сыртындағы көбейтіндіге көбейткен кезде жақшаны ашып шыққанға сәйкес келеді. Яғни 5-ті 3-ке көбейтеді, 4-ті 3-ке көбейткен. Бұны ең жеңіл жолы былай деп түсінуге болады. Жақшаның ішінде берілген санға, мына көбейіп тұрған сан бар ғой, сол екеуіне жалпыдай бірдей, яғни мына жақшаның ішіндегі сандарға мына 3 жалпы, яғни бірдей. Екеуі де 3-ке көбейгендіктен біз қысқарту, яғни кішкене болса да ықшамдау арқылы жақшаның сыртына 3-ті шығара салдық. Яғни 5-ке де 4-ке де 3 көбейеді деген мағынаны білдіреді мына жазылу. Түсінікті ғой, яғни бұлар тең. Орындап тексеріп көрсеңдер болады. 9-ды 5-тен азайттық. 4-ті 3-ке көбейтеміз. 12 шығады. 9-ды 3-ке көбейтеміз. 9-ды 3-ке көбейтсек, мына 9-бен 3 көбейт. Мына 9. Сонда 27 болады. 5-ті 3-ке көбейтеміз. Мына 3-бен мына 5 көбейеді. Ортада минус бойынша тұрады. 15, 27-ден 15-ті азайтсақ 12, яғни тең шығады. Түсінікті ғой, осы нәрсе берілген. Келесі есепке қараймыз. Келесі есепте мәні бірдей өрнектерді дұрыс тапсаң, ағылшын және орыс тілінде күн, ай сөздерінің аудармасын білесің. Олар неге бірдей мәнге ие? Қосындыны санға көбейту ережесін айт, айырманы санға көбейту ережесін айт деп тұр. Соны қарастырып шығамыз. Бұл жерде жаңағы әдістер орындалады. Бұл әдісіміз жаңағыдай жақшаны ашып шығамыз. Жақшаны ашу, яғни 5 плюс 4 көбейген 3 деп тұр. 3-ті 5-ке көбейтемін. Я болмаса 5 көбейту 3 деп аламыз. 3 көбейту 3. Ортада қосума қосу жазылады. 4 көбейту 3 болады. 4 көбейту 3. Осы жақшаны ашу әдісі болып есептелінеді. Дәл осыған тең келетін өрнекті табамыз. 5 көбейту 3, 4 көбейту 3. Міне ол 5 көбейту 3, 4 көбейту 3 дегеніміз. 5-ке 4-ті қоссақ 9, 13-ке көбейтсек 27 шығады. 5-ті 3-ке көбейтсек 15, 4-ті 3-ке көбейтсек 12, 2-ні қоссақ 27, 15-ке 12-ні қоссақ 27 шығады. Яғни тең бұл өрнектердің мәні. Келесі 9-ды 3-ке көбейтемін. Жақшаның сыртындағы ортада азайту минус 5-ті көбейтемін 3-ке. Сонда 9-ды 3-ке көбейтсем 27, 5-ті 3-ке көбейтсем 15, 27-ден 15-ті азайтсам 12. Мына жерде де дәл осындай есеп берілген. 9-дан 5-ті азайтсам 4, 4-ті 3-ке көбейтсем 12. Міне. Көрдіңдер ғой. Сан деп тұрған, яғни солнце, күн деген сөз, луна, яғни ай деген мағынаны білдіреді, оны білесіңдер. Келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырма. Мына жерде өрнектердің қалай құрастырылғанын түсіндір дейді. Осындай бір керемет, яғни бұл осы бөлімде қарастырылатын есептерге сәйкес келетін өрнектер бұл. X, мына бір дана X-ті біз 1X деп аламыз. Bir dana X, bir dana X, bir dana X, bir dana X'ten қанша X var? 4 dana X var. Яғни бұның қосындысы 4X деп айтылады. Яғни оқушылар осы жерде бір нәрсені түсіндіріп кетейін. Мысалы, беріліп тұрған әріпті өрнек берілетін болса, әріпті және санды өрнек берілетін болса, 2A қосылған A, қосылған B, қосылған 4 деп берілсе оқушылар. Бұл жерде, яғни әріптері бірдей болған
örnekler qo'shilib azaytuga ruxsat berilgan. Ya'ni ular qo'shilib azaytiladi. Örnekleri birday degan so'z ol misali parta men stulni birday eseplemaymiz. Tushunibdi ya? Misali daftar qalam deydigan bo'lsak, daftarni daftarga qo'shamiz. Misali daftar men qalam birga yurmaydi hech yerda. Ikkovining bag'asi da turli sol siyoqti qo'y bu. 2A deganimiz 2 daftar degan so'z. 1 B deganimiz ol 1 qalam degan ma'noni bildiradi. Qalam men qalam birga yuradi, daftar men daftar birga yuradi. Ya'ni ular bir-birine qo'shiluu kezinde matematikalik təsirdə qoşulub gözündə A men A qoşulad, B men B qoşulad, san men san qoşulad. 2 dana A bolsa, oğan 1 dana A-nı qoşamız. Sonda 3 A çıqadı mına örnekte. Bunun başqa qoşulatın және azayatının heç qanday qasında sergi жоқ. Soндықтан qoşul bu özü boyunca yazılады алдындағы qoşul men. 4-ке sergi var mı qoşup azaytатын? 4-ün özü de жалғыз, yani анық санның özü 4 натурал сан. Sonda 3A plus B qoşulan 4 деген örnek келіп шығады. Бұл ықшамдалған түрі. Түсінікті ғой, Бұдан кейін де дәл осыған сәйкес есептер шығарамыз. Осыған ұқсас, соған сәйкес мен түсіндіріп бердім. Мынаның астында осы мен көрсеткен есептің мәнін түсіндіріп берген. Келесі, кішкене бір есеп беріп түсіндіру үшін есеп берілген мына жерде. Мына бір қорап X қарандаш, мына бір қораптың ішінде X дана қарандаш бар екен. Ал енді осындай 2X қарандаш, яғни мына қорапта қарағанда 2 есе көп екен да. Мына қорапта мысалы 5 дана болса, оны сол 5-ті бізде белгісіз санмен, яғни x деп белгілеген. Мына жерде 2x десе, демек мынаның 2 есесі. Қанша екенін білмейміз. Мысалы біреуінің ішінде 5 болуы мүмкін, 3 болса 2 деп көбейеді деген сөз. Ал мынау қорапта 3x, яғни 3 есе артық деген сөз. Барлығын қосып шық десе, мысалы осыларда барлық қарандаштарын қосып шық десе, x қосу 2, x қосу 3x деп аламыз. X-ға 2x қоссақ 3x, 3x-ға 3x қоссақ 6x шығады. Яғни мына x-тардың қосындысы болып тұр. Мынау негізі 1x деген сөз. Алдында 1 жазылмайды. Негізі бұл өзі бір дана x болып жазылып тұр ғой, жалғыз өзі. Сондықтан оны 1x деп түсінеміз. 2-ден бастап жазылады. Алдында 2x, 3x, 4x, 5x деп. Олар қосылаттан қанша дана x болды, яғни қанша дана қарандаш болды дегенде сияқты сөз ғой ол x дегеніміз. Яғни 6x. Келесі тапсырмаға көшеміз. Осы жерде де соған сәйкес есеп берілген, яғни ықшамдауға сәйкес. Үлестіримділік заңын қолданып, өрнектер ықшамда дейді. Үлестіримділік деген жаңағы мен көрсеткен заңдылық x я болмаса a дегендей бір-біріне ұқсас болған өрнектерді қосып азайтып шығу арқылы есептелінетін. Мына жерде 7x пен 2x, яғни екеуінде де x болып тұр. Қосылады бұлар. Ортада қосу ғой. 7x-ға 2x қосамыз 9x. 11y, 3y азайып тұр. Яғни екеуінде де y. Яғни екеуінде де бірдей зат деген сөз ғой. 11-ден 3-ті азайтамыз. 8y болады. Келесі 9a, 6a. Екеуінде де a, сондықтан екеуі де қосылады. 15 дана a болады. 9 дана a-ға 6 дана a-ны қостық деген сөз ол. 15 дана a шығады. 13-сыдан 3-сыны азайтамыз, 10-сы болады. Ол басқа есеп болса да дәл сондай орын алады. Өрнекті ықшамдау үшін көбейтіндінің терімділік қасиеті қолданылды. Талдай отырып ықшамда дейді. Мына жерде ықшамдау керек екен. Қараңдар. Енді қараңдар, кез келген көбейту, жаңа қосу азайту кезінде бірдей болса ғана қосылып азаяды. Мына x-тары бірдей болса, x болса, x-ға x қосылады. Көбейту кезінде x, y, a, b дейілмейді. Барлық көбейттағын жиылып жазылады. Яғни барлығын бір көбейтіп шығамыз. Қараңдар. Бұл жерде екі түрмен көрсеткен. X-ті жақшаның сыртына шығарғанда жақшаның ішінде сандарды көбейтіп алған. Яғни осындай көбейту берілсе, сандар бірінші көбейіп алады. Ең артына әріптер болса, әріптер жазылады. 3-ке 5-ті көбейтеміз. 15, оны 10-ға көбейтеміз, 150. Оны x-і бар. X-қа да көбейтеміз. Сонда 150x болады. Түсінікті ғой, дәл осылай орнатылады барлығында. 4-ті 2y-ға көбейтсек, көбейтінді болып жүре береді қасында. Жаңағыдай қосу азайту кезіндегідей x-ті y-ті күтіп отырмайды. Серігі бар ма жоқ па деп отырмаймыз. Қосу азайту сияқты болмайды. Көбейту кезінде бір sıfıra көбейтіп кете береміз. 4-ті 2y-ға көбейтсек 8y шығады. 8y-ті 15-ке көбейтеміз. Ол деген сөз 120y шығады. 120y. Мына оңай болу үшін мына жерде жақшаның ішіне бірінші сандарды көбейтіп аламыз. Содан кейін әріпті көбейтесің деп көрсеткен негіз. 4-теге көбейтеміз 8, оны 15-ге көбейтеміз деген 120y. Келесі есепте де дәл солай
Бұл жерде мынау сияқты келтіруге болады. Ол үшін не істейміз? Жақшаның ішіне 70 көбейген 50 көбейген 2 жақшаның сыртында y тең 2-ні 50-ге көбейтеміз 100, оны 70-ге көбейтеміз 7000 y болады. Келесі a дейді. Жақшаның ішінде 6 көбейген 300 көбейген 50 көбейген a тең 6-ны 50-ге көбейтеміз 300 шығады. 300-ді 300-ге көбейтсек 90.000 болады. 90.000 a-ны көбейту ретінде жазып қоямыз. 90.000 a 7000 y болды ғой сол сияқты. Келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырмаға мүмкін жағдайдағы өрнекті ықшамда. Осы жерде жаңа ережелер қолданылады. Барлығы b болып тұр ғой, демек қосылады. 1b-ға 5b-ны қосам, 6b, 6b-ға 6b-ны қосам, 12b. Келесі 6a-дан 4a-ны азайтам, 2a. Келесі 10a-ға 3a-ны қосам, 13a, 13a-ға 2a-ны қосам, 15a. Келесі 9π-ге 20π-ні қосам, 29, оған 8π-ні қосам, 37π. Келесі есепке көшеміз. Келесі есепте, ал енді мына есепте 12x минус 10y деген жерінде, бұл жерінде біреу x, біреу y болып тұр. Бұны біз азайта алмаймыз. Яғни екі түрлі өрнек болатын болса, ол өзі бойынша қалады деген сөз. Егер екеуінде де бірдей болатын болса, мысалы x болса, онда x-тен x азаятын еді. Жоғарыдағы есептер сияқты. Ал мына есепте де сан мен сан қосылады. Екеуінде де плюс. 2-ге 3 қосылады, 5 болады. 5x-ге 5x, яғни екеуінде де x болып тұр ғой. Ортасында плюс болып тұр барлығында. Сондықтан 5x-ге 5x қосамыз, 10x шығады. Келесі есепке көшеміз. Келесі есеп 6-шы есеп. 6-шы есепте қос теңсіздіктің шешімдер жиынын сан сәулесінде белгіле және оны фигуралы жақшаның көмегімен жаз деп берілген. Бұл есепте сан сәулесін сызып аламыз. Сан сәулесінде белгілеп шығамыз. 54, 54, 55, 56, 57, 58. Міне. Енді 54-тен x-іміз үлкен екен. Үлкен болса, онда оң жаға қарай штырықтап шығамыз. Міне, белгілеп шығармыз. Оңға қарай кетеді. 58-ден кішкентай деп тұр. Кіші дегендіктен бұлай белгіленеді. Сонда 54-тен 58-ге дейін болған аралықты аламыз. 54 54-тен 58-ге дейін. Фигуралы десе бұлай алып болады. Оның арасындағы барлық сандар 54-тен 58-ге дейін. 54, 55, 56, 57 деген сандар. Соның ішінде 54 кірмейді ол жауапқа. 55, 56, 57 деген 3 сан болады. 54 пен 58 ол жауап ретінде алынбайды. 3 сан бар ғой, сол. Дәл солай сан сәулесінде белгілейсіңдер. Мына жерде де 82-ден 91-ге дейін аралықтағы 82 мен 91-ді алмай 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 деген сандар жиын алынады бұл жерде. Кейінгісі мына 91-ден 95-ге дейін дегенде 92, 93, 94 деген 3 сан алынады. Осылар, яғни фигуралы жақшамен белгіленеді. Сан сәулесінде осылай белгіленеді, жаңа біріншісі көрсетілген сияқты. Келесі есепке көшеміз. Келесі есепте өрнекті ықшамдап, оның мәнін тап дейді. Өрнекті ықшамдаймыз. Яғни мына 5x қосылған 8x деген беріп тұр ғой. Сол жерде 5x қосылған 8x тең 13x болады. X-тің орнына 13-ті қоямыз. Сонда 13 көбейген 13 шығады. 13-ті 13-ге көбейтеміз. 13 көбейген 13, 9, 3, 3, 1, 169 шығады. Келесі 12y азайған 6y болады. 12y-тен 6y-ті азайтсақ 6y шығады. 6-ны көбейтеміз 6-ға. Себебі y-іміз 6-ға тең деп тұр. Y-тің орнына 6-ны қоямыз. Сонда 36 шығады. Бұл өрнектің жауабы. Келесі есеп 8-ші есеп.
8-nji esep bul Arman bulay dedi. Şıtırman film görgende unatatın menin 18 sınıftasımın tek 12'si gana ol film görüge karşı emes. Eger bizden sınıfta her kaysı ne şıtırman film ne multfilm nemesi ekewinde görgen unatatın barlygy 25 okuşu bolsa, onda olardyň neçe tek multfilm göret degen sorak koydum. Bu jerde Venn diagrammasyny paýdalanasyňlar. Ekewini alamyz. Bu jerde ne dedi? Menin 18 sınıftasım var. Kanday şıtırman film göretin. Şıtırman film göretin 18 eken. Muna sol jakdagy muna döngülekke tiýişdi. Şıtırman film göretin. Al multfilm göretin 12 dedi. Karşı emes multfilm görüge. 12'si. Bu jerde jalpy 25 okuşu var dedi. Yani muna döngülekden muna iki şeňberdiň içindäki barlygyny gosup çykganda 25 çykyp gerek. Endi onu anykdaw üçin 18'ge kosamyz 12'ni, odan azaytamyz 25'di. Sonda muna 2 30 çygat, 30dan 25 azaytsak 5 çygat. Demek ortada ekewine jalpy 5 okuşu var eken. Ekewinde göretin. Mine ortaga 5 yazamyz. Endi muna döngülekdiň içinde 12 bolu gerek jalpy. Sonun 5'ini jazyp koyduk. Endi 12'den 5'ti azaytsak 7. Yani muna jerde tek kana multfilm göretin 7 okuşu var eken. Endi muna ýakda jalpy 18 okuşu bar, şıtırman film göretin. Sonun 5'ini jazyp koyduk. Muna döngülekdiň içine şeňberdiň içine kiretin. Endi 18'den 5'ti azaytsak 13. Demek tek kana şıtırman filmni göretin 13 okuşu bar eken. Kelesi tapsyrmaga köşemiz. Kelesi tapsyrma soňky tapsyrma ýagny örneklerdi ykşamda deyip, jana jogarda berilgen şartga seýkes kelet. Ýagny 15'ti 4'ge köbeýtip alamiz birinçi. Sosun A'ga köbeýtemiz. 15'ti 4'ge köbeýtip, sosun A'ga köbeýtemiz. 60 A şygat. Kelesinde de däl şolay 3'ti 12'ge köbeýtemiz, 36 B şygat. 17'ni 5'ge köbeýtemiz, 50 35 85 A. Kelesi 11 A'ny 7'ge köbeýtsek 77 A. Odan keyingisi 18 D'ny 3'ge köbeýtsek, 18 3'ge köbeýtsek, ona 24 30 54 D. Kelesi 9 4 köbeýtemiz 36, köbeýgen X 36 X bolat. Bugün sabak kursu men tamam okuşlar, sog bolуңуздар.